Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Ақмарал Алмасбекқызы, логопед дефектолог маманмын. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздерге тыныс алу жаттығуларының дұрыс жасалу жолы туралы бірқатар ақпараттармен бөлісетін боламын. Логопедтің түзету жұмысында тыныс алу жаттығулары маңызды орын алады. Әсіресе келесі сөйлеу тілі бұзылыстарында: олты тұқпа, тахилалия, яғни сөйлеу тілінің жылдамдығының бұзылуы, дизартрия және тағы да басқа сөйлеу тілі бұзылыстарында. Енді осы тыныс алу жаттығуларының дұрыс жасалу жолына тоқталсақ. Тыныс алу жаттығуын біз мұрын арқылы дем алып, ауыз қуысы арқылы дем шығарумен сипаттаймыз. Яғни мұрнымызбен терең дем ала отырып, ауыз қуысы арқылы ұзақ дем шығаратын боламыз. Байқасаңыздар, мен ернімді артикуляциялық жаттығу түтікшеге келтіріп тұрмын. Бұл жердегі айтпағым, біздің кейбір балалар ауаны ауыз арқылы жіберген кезде дұрыс жібермейтін жағдайлар кездесіп жатады. Мысалға, ол бұл дұрыс емес. Яғни ең бірінші баланың ауыз артикуляциялық аппаратына, яғни аузына қараймыз, ерннің орналасуына мән береміз, яғни артикуляциялық жаттығу түтікшені келтіріп аламыз. Ұзақ жіберетін боламыз. Сіздерге мысал ретінде мен өзімнің аэробол ойыншығымен көрсететін боламын. Аэробол ойыншығын кез келген ойыншық дүкенінен таба аласыздар. Аналарға, логопед мамандарға таптырмас құрал болып табылады. Енді сіздерге осы аэробол арқылы мен көрсететін боламын. Ең бірінші кеудемізді тік қоямыз, мұрнымызбен терең дем алып, ауыз арқылы ұзақ дем шығарамыз. Дәл осы ойыншық арқылы сіздер де үйден жасасаңыздар болады. Егер де сіздерге менің видеом ұнап жатса, лайк қойып, комментарий жазсаңыздар болады. Сіздермен болған мен Ақмарал Алмасбекқызы. Келесі кездескенше.